4-ші сынып қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы балалар үстеу. Сабағымызды бастамас бұрын мына бейнероликке назар аударайық. Үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйледі. Жолда жан-жануарлар кездескенде әрекеттерін сипаттауымыз керек. Мынау біздің жол серігіміз. Мәссаған! О, қоян! Дана, қоян қалай қозғалады? Қоян өтте шапшаң қозғалады. Үкіні қараңыз. Үкі қай кезде ұшады? Үкі түнде ұшады. Айнала қараңғы болып кетті. Енді үйге қалай қайтамыз? Қорықпа, Дана. Қара. Аға, бұл не? Бұл жол сілтегіш. Үйге жету үшін қайда жүреміз? Енді біз қалай қарай жүру керектігін білеміз. Сонымен балалар, үстеу дегеніміз не екен? Яғни балалар, үстеу дегеніміз іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейді екенбіз. Үстеудің қандай түрлері болады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Мезгіл үстеуі, мекен үстеуі және сын қимыл үстеуі. Үстеу қандай сұрақтарға жауап береді екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді екен. Мезгіл үстеуі іс-әрекеттің мезгілін білдіреді екен. Мекен үстеуі іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді екен. Сын қимыл үстеуі амалын, тәсілін білдіреді екен. Бірінші тапсырма. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай, қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таң қалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциялық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, Қаншатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, Алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді.
Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқында бақытты болашағының символында елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Бұл болашақтың қаласы. Енді мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы екен, балалар? Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астана қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқимыз. Келесі тапсырма ребусты шешеміз, балалар. Кәнекей, ойланайық. Жарайсыңдар, балалар. Ребустың шешуі қазір, алда деген істеулер екен. Енді осы сөздерді, балалар, дәлелдеп көрейік. Яғни бұл сөздер істеу екен. Өйткені іс-әрекеттің мезгілін, мекенін білдіріп, қашан, қайда деген сұрақтарға жауап беріп тұр екен, балалар. Келесі тапсырма сөздерді оқып, етістіктермен тіркестіріп жазамыз, балалар. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, жорта, жоғары. Келесі тапсырма жұмбақты көшіріп жазып, шешуін табамыз. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді, балалар. Кәнекей, ойланайық. Жұмбақтың шешуі дұрыс айтасыңдар, балалар. Жұлдыз екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма, балалар, шығармашылық тапсырма. Бұл жерде сендерге 3 тапсырма беріліп отыр. Бірінші тапсырма істеулерді табамыз. Мына сөздердің ішінен алға, жаңа, ертең, кітап. Екінші тапсырма мезгіл істеуін, мекен істеуін және сын қимыл істеулерін мына сөздермен сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма істеулерді қатыстырып сөйлем құраймыз, балалар. Күндіз, бүгін, ақырын, қазір. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, назар қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар, балалар.